Тұз бен иод – бұл менің суықтауды сол заматта қуатын ең мықты көмекшілерім. Оны қолдану жолы біреу ғана, ал көмегі ұшан теңіз. Аяқтан су немесе сыз өтсе, денеңіз қатты тоңғанда, жаңбыр астында қалып қойсаңыз, ауырып қалу қаупі болады. Ондайда ауырып қалмау үшін мен тез арада осы амалды жасаймын. Балаларымда мұрнынан су ағып немесе қорғап, тұмаудың алғашқы белгісі басталғанда да жасайтын амалым осы. Бұл кәдімгі булау, аяқ күймейтіндей, бірақ қызу бүкіл денеге тарайтындай ыстықтау су керек. Ыдыстағы су деңгейін тобыққа дейін жететін болуы тиіс. Оған 1-1,5 уыс тұз бен 10-12 тамшы иод қосамын. Суықтау белгісі бар адам осы суға аяғын салып отырады. Белінен төмен қарай жылы одеял орап тастаймын. Су суып қалмау үшін әлсін-әлсін оған үстемелеп ыстық су құйып отырған дұрыс. Ал аяғын булауға салған адамға бал не лимон қосылған, ол болмаса жай ғана ыстық шай беремін. Бұл процесс жарты сағат немесе одан сәл ғана ұзақтау болады. Мұны мейлінше кешке жасаған дұрыс. Сосын аяғын булауға салған адам табаны жаурамау үшін жылы шұлық киеді. Бұл амал енді басталып келе жатқан суықты тартады. Тұмаудың өте қысқа уақытта тез жазылуына жәрдем. Тұз бен иод қосылған булау қуықтың, бүйректің суықтауын тұмаудың бастапқы белгілерінде өте жақсы көмектеседі. Мұны ары кеткенде 2 күн қатар жасайсыз. Балаларға да ересектерге де жәрдемі күшті.